Сәлеметсіздер ме? Мені аты жөнім Шульга Ксения Алексеевна. Номер 12-ші тірек мектебі ресурстық орталық 8-ші Б сынып оқушысымын. Бүгінгі менің жоба тақырыбым мен Қазақстанның азаматымын. Елдің арқа сүйер тұтқасы біз жастар. Өз елінің патриоты болатын азамат қана өтіні үшін көп еңбек сіңіріп, отқа суға да түсіп, өз елінің бетке ұстары бола алады. Әр кезде мен өз өтінім үшін не істей аламын деген қағиданы ұстануымыз керек. Өз тағдырын ел тағдырымен байланыстырып, елі үшін игі істер атқарсақ, елбасының бастаған мәңгілік ел идеясына сай бәсерге қабілеті өтіс елдің қатарына еніп, алпауыт мемлекеттердің бірі боларымыз анық. Жобаның мақсаты тәуелсіздікке қол жеткізуге ықпал еткен оқиғаларды дәріптей отырып, тәуелсіз елдің нышандары елтаңба әнұранды әстерлеуді батырлар ерлігін дәріптеу арқылы жастар бойына елжандылық пен отансүйгіштік қасиеттерді қалыптастыру, парыз, борыш ұғдарының мәнін түсіндіру, қадірлеу. Тарих беттерінің біздің елдің осы күнге оңай жетпегенін білеміз. Ахмет, Алихан, Мустафа сияқты бабаларымыздың қудалауға ұшырағаны. 1986 жылғы ағапаларымыздың алаңға шығып, құрбан болғандары осы тәуелсіздік жолындары күрес. Бұл тарихты тәуелсіз елдің болашағы біздер ұмытпауымыз керек. Тақырыптың өзектілігі. Тәуелсіздікке қол жеткізген ағалар еңбегінің жеміс біз қазіргі вақытты ұрпақ көріп келеміз. Ал оны сақтау, баянды ету бізге жүктелген міндет. Тәуелсіздікті біз қандай жағдай болса да қадірлеуіміз керек. Бұл біздің борышымыз. Бұл парызды орындау үшін өз тарихымыздан тағылып алып, мемлекеттік нышандары қастерлеп, ұлтымыздың мақтанышына айландыруымыз керек. 21-ші ғасырдың жастары ата-бабаларының ерлігін мақтан тұтып, болашағының жарқын болуына аянбай тер төгуі қажет. Білімді ұрпақ ертеңгі елдің болашағы, сондықтан да ел ертеңі жастардың қолында. Қазіргі қазақ жастары сапалы әрі үздіксіз бұл алап отырып, сол үміт пен сенімді ақтауы керек. Менің жобамның зерттеу тәсілдері. Зерттеу жұмысы барысында тарихи алдау, салыстыру, жүйелеу әдістері қолданылды. Зерттеу жұмысының ғылыми практикалық мәні. Зерттеу нәтижелерінің орта білім беретін оқу орындарында бастауыш сынып оқушылары үшін үйірмелер мен факультатив сабақтарында, тәрбие сағаттарында пайдалануға болады. Зерттеу жұмысының құрылымы. Зерттеу жұмысы корреспондент ұштараудан, қорытындан және пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады. Қорытынды. Қазіргі кезде рухани мәдениетіміздің тарихына айрықша назар аударылып ортағының себебі де осы. Жастар тәрбиесінде халқымыздың рухани мұраларын пайдаланып, жаңа көзқарас тұрғысынан қарауға мүмкіндік туып отыр. Еліміз егемендік алған соңғы 30 жыл көлемінде қоғам өмірінің барлық саласында қалыптасқан стереотиптер бұзылып, көптеген өзгерістер орын алғаны мәлім. Қазақстанның өркендеуі, гүлденуі дүниежүзінде алдыңғы қатарлы мемлекет санатында көрінуі үшін сауатты оқыту, тәрбиені сананы жетілдіру қажеттілігіне басты назар аударылғаны баршаға аян. Тәуелсіздігімізді алып, еңсемізді көтергелі де біраз жыл өтті. Енді әр саланың осыған дейін атқарып келген еңбегін бағалайтын уақыт жетті. Сау болыңыз.